Қайырлы күн барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Далада отқа піскен, қазанға пісірген өте иісі де дәмі де керемет болып шығатын самсаның рецебін білгілеріңіз келсе, видеоны толықтай қараңыздар. Керемет дәмді самса болып шығады. Ең алдымен осындай ұнымызды, қамырымыз жасап алақ. Ұнымызға дәміне қарай көз мөлшермен тұз салдым. Тек қана маргаринге илейтін боламын мен. Сіздер егер маргарин аз болып жатса, қосып жанына жұмыртқа немесе қаймақ қоссаңыздар болады. Қалауларыңыз біледі. Мен тек маргаринге иледім. Енді біз қамыр жасап, жақсылап илеп алатын боламыз. Аздап егер маргарин аз болып жатса, осындай түрей қалып жатса, су қосып жіберсеңіздер болады. Мен бір 50 грамдай су қостым. Өйткені біздің қамырымыз жұмсақ болу қажет. Жұмсақ қамыр болу қажет бізде. Сәл бірігуі қиындау болады, өйткені тек маргарин болғандықтан бір 5-10 минут илесеңіздер, өзі кәдімгі әдемі қамыр болып иленіп шығады. Пакетімізге салып, холодильникке 5-10 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз сәл қату керек. Енді мен салмасына осындай міне іш май, пияз, туралған сиырдың етін пайдаландым. Үйде аздап қана паршып қалыпты, оны да қосып жібердім. Дәміне қарай тұзын, қара бұрышын, паприкасын, тәтті бұрыш дейді, яғни ашты емес, осындай зіра деген приправа бар, оны қоссаңыздар дәмі керемет супер болып шығады. Енді жақсылап қолымыздың көмегімен араластыратын боламыз. Тұзы, приправасы жақсылап сіңеді, жақсылап қолымызбен егер мыжғылап алсақ. Қолдан туралған сиырдың еті дәмді болып шығады, сондықтан фарш пайдаланбасаңыздар болады. Фарштың дәмі бөлек, ал осы туралған еттің дәмі бөлек болып шығады. Тез піседі, ұсақтап турасаңыздар. Қалдырамыз, қамырымызды бөліп алатын боламыз. Біздің қамырымыз холодильникте тұрғандықтан аздап осындай қатыңқырап тұрады, бірақ жұмыс жасауға өте оңай. Енді майдаларыңқырап мен бөлшекке бөліп алдым. Ешқандай грамдап өлшеген жоқпын, бәрін көз мөлшермен жасадым. Өйткені өзіміз жегенге болғандықтан көз мөлшермен жасадым. Солай етсеңіздер де болады. Егер сатам десеңіздер, бәрін өлшеп жасаңыздар. Осындай кішкентай етіп домалақтап алдым. Қатты үлкен етпедім, өйткені әдемі көрінбей қалады, тым үлкен болып кетеді. Осылай майдараңқырап жасап алыңыздар. Енді пакетін жауып қалдыратын боламыз. Бір 5-10 минутқа кішкене тындырып қояйық. Сосын жайып жасайтын боламыз. Енді оқтаудың көмегімен осылай домалақ күйде жайып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай міне қалың емес, етім жұқа емес етіп жайып алдым. Егер қаласаңыздар, әрине қалыңдау етіп жайсаңыздар болады. Салмасында толтырып мол етіп салыңыздар. Ішінде дым жоқ болып қалмау керек. Пиязы да, ішінде іш майы да еріп кетеді, сондықтан мол етіп салыңыздар. Маған осылай түйген, осылай біріктірген ыңғайлы. Сіздер қалай жасайсыздар, солай жасай беріңіздер. Міне осылай қаттырақ қысып жасаймын, өйткені бұл тек сармай болғандықтан сәл жабысуы қиын болады. Осылай қысып жіберіңіздер сіздерде. Осындай самса болып шығады. Келесін сіздерге тағы да көрсетейін. Сәл қалың болып кетпесін, осындай жұқа көлемде, орташа көлемде бола берсін. Өйткені жегенге ыңғайлы болады. Тек қамырын жеп отқаннан қарағанда осы ең дұрысы. Осылай етіп мен біріктіріп түйіп алдым. Өте керемет самса болып шығады. Қыздар, қыз-келіншектер осылай міндетті түрде жасап көрсеңіздер екен, өте дәмді самса болып шығады. Барлығын осылай жасап аламыз.
Асықпай отыруға да уақыт жоқ. Тез жасайық оны. Тез жасап алатын боламыз. Қатты қысуды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Әрі-бері асықпай жасап отырған едім, онымен уақыт кетіп жатыр. Сондықтан тез жасауға тура келеді. Тез жасаймыз. Осылай жасаңыздар сіздерде. Бірігуі тез болады. Біздің самсамыз міне осылай дайын болып тұрады. Томпайып қана шығады. Енді біз осындай жұмыртқамызды, бір жұмыртқамыздың сарысы мен ағын бөліп аламыз. Сарысын бетіне жағамыз. Ағын біз қазанға жабыстырғанға қажет болады. Осылай күйде мен сарысын жағып аламын. Кейбіреулер қазанға жабыстырғанда жағып алады бетіне. Ол уақытты алады. Осылай жабыстырып, қазанға жабыстырсаңыздар да болады, осылай жағып алып. Бетіне сәндік үшін, түрі әдемі сәнді көрініп тұру үшін мен қара күнжітті пайдаландым. Ақ күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Сіздерге даланы көрсетейін, керемет от жанып жатыр. Міне менің жолдасым осындай кірпіштен ошақ жасап, кішкентай ғана қазаным бар өзімнің. Соған оттың көмірін салып қыстырып жатыр қазанды. Қазаным қызып тұр. Қазір ана от өшеді, сосын көмір негізі шоқ болып жанып тұрады. Өткен бізге қатты аса оттың қажеті жоқ, өткен күйіп кетеді самсамыз. Баяу ғана жағып отырамыз. Астына көмірді бір салып қойсаңыздар, оның қызуымен ғана піседі біздің самсамыз. Біз тұз салдық, не үшін? Өткені асты қазанымыздың күйіп кетпеу үшін. Жарты пашкідей тұз сап қойсаңыздар болады. Міне біздің самсамызды жаңағы біздің жұмыртқаның ағына батырып аламыз да, ақырын басып тұрып жабыстырамыз. Тым уайымдамаңыздар, өзі жабысып қалады, түсіп кетпейді. Ақырын кішкене 1-2 секунд ұстап тұрсаңыздар жабысады. Үстінен қатты басып тастамаңыздар. Егер осындай самсаны жегілеріңіз келсе, әрине ерінбей далаға от жағып, осындай қазанға пісірсеңіздер, керемет дәмді самса болып шығады. Ауызда еріп кететіндей, қайта істеп жегілеріңіз келетіндей самса болып шықты бізде. Бұны біз 1 сағатқа жетпей, мен 45 минутта пісті. Бір басып қойған соң қақпағын ашпайсыздар. 45 минутта қарасаңыздар, өзі керемет болып пісіп шығады. Осылай жабыстырып қақпағын жауып қоямыз. Әрине астыңғы оты баяу болып тұру керек. Міне самсамыз керемет болып пісіп шықты. Ішіндегі еті тіпті айта алмайым, жұмсақ, прям аузымызда еріп кететіндей болып шықты. Бұның бәріне менің жолдасым көмектесіп жатыр. Сарғайып, қып-қызыл болып асты, күймейді, көрдіңіздер ғой видеода, күйіп кетпейді самсамыз. Иісі бүкіл көшені алып жатыр, иісі керемет болып шығып тұр. Біз кейде көшеге шыққанда осы самсаны тандыр самса жейікші деп кейде сатып алып жеп жатамыз. Тура сол иістей, сол дәмнен де керемет дәм болып шығады. Ол үшін ерінбей сіздер жасап көріңіздер. Тура менің рецептімен жасаңыздар, бірақ біз далада отырып жеп алдық. Енді ішіндегі еті жұмсақ, дәмі керемет, сыртындағы қамыры, наны өте, қалай айтсам екен, керемет болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап кетсеңіздер екен. Ас болсын, рахмет.